Ұйқыдағы ару. Ертеде бір өткен заманда сұрапыл жау Қаратаудағы қалың елді шабатын болыпты. Ханның ару есімді бойжеткен сұлу, ақылды қызы бар екен. Жау ханның осы қызын алып тынышталмақ ниеті барын білдіріпті. Хан қызын бермек болыпты. Халықта ханның, елдің, жердің құты Қаратауда деген сенім болады екен. Соны сезген жау енді қыздың жасауының орнына Қаратауды беруді талап етіпті. Халық жаудың талабын қабылдамай, жер үшін соғысқа шыққан екен. Ару жаратушы иеге күні түні жалбарыныпты. Бейбіт жатқан еліне тыныштық сұрапты. Өзін тауға айналдырып, мәңгі ұйқыдан оятпауын тілепті. Ол заман күн түспеген, жел тимеген қыздың ел үшін тілеген тілегі орындалатын заман болған екен. Жаратқан ие арудың ел үшін тілеген игі тілегін қабыл алыпты. Содан бері Қаратаудың жотасы ұйқыдағы ару деп аталған екен. Елдос Тоқтарбай мен Ерасыл Толымбекұлының Жетісу өңірінің аңыз әңгімелері кітабынан.